Суретті сөйлете алмаған. Алматыда әжесімен екі немересі бейленген мурал қалпына келтірілді. Көп қабатты үйдің қас бетіндегі алып картинаны жас граффити шеберлері бір аптаның ішінде салып шықты. Алайда автор көшірме бәрібір түпнұсқадай болмады дейді. Олар автор емес қой, граффитшілердің суретті салу техникасы да бөлек. Біз қылқаламмен бояймыз, олар арнайы баллондардың көмегіне жүгінеді. Сондықтан түпнұсқадай қылып шығару мүмкін емес. Біз өзіміз қайта салсақ та мурал өзгеше болатын еді. Маған әкімнің өзі хабарласқан соң суретті қайта салдыруға келістім. Күйеуімді әрең көндірдім. 2019 жылы көп қабатты үйдің қас бетіне бейнеленген ерлі зайыпты қылғалам шеберлерінің композициясын сылағы түсіп жатқан ескі үйлерді әрлеп жүрген мердігер компания өткен айда өшіріп тастаған болатын. Сол уақытта әкімдіктегілер өздеріне шаң жуытпай бар кінәні құрылыс компаниясына сілтеген. Сондықтан артық қыламыз деп тыртық қылған мекеме муралды қайта қалпына келтіру үшін шығынын түгел мойындарын алды. Түрлі түсті бояу, баллон мен кранға шамамен 1 миллион теңге жұмсалыпты. Ал суретшілер қанша қалама қалғандарын айтпады. 3 граффити шебері муралды айнытпай салуға тырыстық дейді. Автордың рұқсатымен іске кірістік деген олар картинаны түпнұсқаға ұқсату үшін аянып қалмағандарын айтады. Әр суретшінің өз стилі бар. Түпнұсқаға қарап отырып, басқа автордың жұмысын қайталау өте қиын. Біз суретке қарап салдық, бірақ автор сияқты суретті сөйлете білу басқа нәрсе. Автордың өзі муралды қайта бейнелей алмайтын еді. Муралды өшіріп тастау дұрыс болмады, бірақ біз қолымыздан келгенін істедік. Тұрғындарға ұнайды деп ойлаймын.